Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы «Сен не ішесің?» Тема урока «Что ты будешь пить?» Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйле. Первое задание. Послушай, повтори, поговори по образцу. Ішемін, пью, ішпеймін, не пью. Су, вода. Мынау су – это вода. Мен су ішемін. Я буду пить воду. Мынау чай – это чай. Мен шай ішемін. Я буду пить чай. Есте сақта, запомни. Мен су ішемін. Я буду пить воду. Мен су ішпеймін. Я не буду пить воду. Екінші тапсырма. Толықтырып айт. Второе задание. Дополни. Су, вода, сүт, молоко, шырын, сок, шай, чай. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйле. Сұрақтарға жауап бер. Третье задание. Послушай, повтори, поговори по образцу. Ответь на вопросы. Мынау шырын, это сок. Мен шырын ішемін. Я буду пить сок. Мынау чай. Это чай. Мен шай ішемін. Я буду пить чай. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Четвертое задание. Ответь на вопрос. Сен су ішесің бе? Ты будешь пить воду? Я ішемін. Да, буду пить. Жоқ, ішпеймін. Нет, не буду пить. Балалар, демалайық. Ормандағы аюдың құлпынайы көп екен. Теріп-теріп алайық, қалтамызға салайық. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.